Медиктарға сұрақ. Жасы 30-35 жас аралығындағы немесе одан да жас адамдарда, сонымен қатар жасы 70-тен асқан адамдарда екеуі де инфаркт немесе инсульт алды. Осы кезде не үшін жастарда летальный исход көп, не үшін өлім көрсеткіші өте жоғары, не үшін жастарда инфаркт пен инсульт алған кезде өте қауіпті болады. Ал не үшін керісінше жасы үлкен адамдарда, жасы 70-тен асқан адамдарда летальный исход аз. Неге олар көп жағдайда жақсарып жазылып кетеді? Осының жауабын комментарийға жазсаңыздар. Медиктарға сұрақ. Жасы 30-35 жас аралығындағы немесе одан да жас адамдарда, сонымен қатар жасы 70-тен асқан адамдарда екеуі де инфаркт немесе инсульт алды. Осы кезде не үшін жастарда летальный исход көп, не үшін өлім көрсеткіші өте жоғары, не үшін жастарда инфаркт